260 үйге игі іс. Алға ауданына қарасты Тоқмансай ауылдық округінің туысы белгілі кәсіпкер Асан ағамыз жыл сайынғы игі дәстүрлік шарасын биыл да жалғастырмақ. Наурыз мерекесімен қасиетті ораза айымен тұспа-тұс келген амал мерекесі күніне орай ұйымдастырылған бұл шараны Асан ағамыз бізге, яғни алғашқы азаматтарды қолдау орталығы қоғамдық қорына сенім тапсырды. Аталған шара аясында Тоқмансай ауылының 260 отбасына азық-түлік жиынтықтары табысталатын болады. Бұл игі бастама ауыл тұрғындарына көрсетілген қамқорлық пен жанашырлықтың жарқын үлгісі болмақ. Көріп отырғандарыңыздай, азық-түліктің алғашқы легі Тоқмансай ауылдық округінің халық арасында Кіші Тоқмансай деп аталатын алғашқы ауылына келіп жетті. Бұл ауылдағы 70 үйді қамтитын боламыз. Рахмет көп. Рахмет дендеріңізге саулық берсін. Келе жатқан наурызыңыз құтты болсын. Өзіңізге құтты болсын. Азық-түлігіміздің екінші легі Тоқмансай ауылдық округінің Қайнар ауылына келіп тоқтады. Бұл ауылдағы 190 отбасыға азық-түлік жиынтықтарын тарататын боламыз. Азамат болыңдар айналайын. Кәсіптеріне береке табыңдар. Алла разы болсын жандарым. Жас мамансыңдар. Бақытты болыңдар жандарым. Өмір жастарың ұзақ болсын. Еліміз тыныш, бейбітшілік заман болсын. Егініміз бітік шықсын. Жортқанда жолдарың болсын, қыдырата жолдастарың болсын. Аулаң толы жемісі болсын, далаң толы егісті болсын. Төлдеріңді мыңдап алыңдар, жүздеп алыңдар айналайын. Еліміз бейбітшілік заман болсын. Қайырлылық жасап жатқандарын Алла қабыл етсін. Бақытты болыңдар балдар.